Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге Беридуал мен пульмикортты қай кезде қолдану керек жайында ақпарат бермекшімін. Жалпы қазірде көп ата-аналар пульмикорт пен Беридуалды мұрыннан су ақса да, балада кішкене жөтел пайда болса, сразу Беридуалмен ингаляция жасап шығады. Бұл өте қате ұғым. Себебі пульмикорт ол гормональный дәрі, а Беридуал ол екі компоненттен тұратын бронходилататор, яғни бронхты ашатын препарат. Бұларды қай кезде қолданамыз? Мысалы, пульмикортты сынылзаушы ларингит кезде қолданамыз. Яғни балада одышка болып, бала демаламай жатқан кезде қолданамыз. Өте жақсы әсер етеді. Екінші, бронхиальный астма кезде қолданамыз. Беридуалдың қолданылуы ол бронхиальный астма кезде, обструкциялық бронхит кезде қолдануға болады. Және де мысалы пневмониядан болған одышка кезде, кез келген одышка кезде Беридуалды қолдана беруге болады. Яғни ол бронхтарды ашатын әсер көрсетеді. Яғни өте жақсы әсер етеді. Егер сіздегі ауру себебі ол бронхпен байланысты болып тұрса, ол кезде бұл дәрілер өте жақсы әсер етеді. Сондықтан да құрметті ата-аналар, Беридуал мен пульмикортты кез келген мұрыннан су ағу кезінде, жөтел кезінде пайдалана бермеңіздер. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.